Әр адамның қалдырған ізі қоғамға, халқына сіңірген еңбегімен ең бастысы ізін жалғастырар ұрпағының ел құптарлық оң істерімен өлшенеді. Осы ізгі жолдан жаңылмаған, ғұмырын ғибратпен өрнектеген Асқар Тау әкеміздің орны ерек еді. Мынау жалғанның өткінші екенін кейде ұмытып жатамыз. Қасымызда жүрген жақсылығымен жаныңды жадыратып, айналамызды шуаққа бөлеп тұратын, қамқор, ақылшы дос, тірегіңе айналған жақын жанды жоғалтып алған кезде дүниенің жалғандығын шын сезіндік. Көзден кетсе де, көңілден кетпеген абзал азамат, Асқар Тау әкеміз туралы естелік айтамыз деп кім ойлаған? Оның ғұмыр дариясы мәңгілік ағысқа ауысты. Оның аз ғана алтындай ғұмыры ұрпақтары ғана емес, ауылдастар үшін де сағынышқа айналғандай. Бір 1948 жылы 4 маусымда жарық дүние есігін ашқан Нұрғалиев Демеу Құбайдоллаұлының Махамбет ауданы Қали ауылында кіндік қаны тамды. Әкесі Құбайдолла мен анасы Жәмила қарапайым еңбек адамдар еді. Қолы ашық, туыс бауырға жанашыр, пейілі кең, көңілі ізгі, қос жақсының тәрбиесін көріп өскен Демеу әкемізде өн бойына жақсы қасиетті сіңіріп өсті. Отбасында 4 ұл, 3 қыз тәрбиелеп, ұлағатқа жеткізген әке мен ананың тілегі ұрпағының адал, еңбекқор болып қалыптасу еді. Үкілі үміт еш кетпеді. Әке көрген оқжонар демекші Демеу Құбайдоллаұлы орта мектепті ойдағыдай аяқтаған соң, өзен портында еңбек ететін әкесіне көмектесіп жүріп, слесарь механик болып қызмет етті. Кейін әскер қатарына шақырылып, одан алдындағы міндетін Ресей елі Кемерово қаласында өтеді. Елге аман-есен оралған соң, қайтадан еңбекке араласты. Яғни Гурьев қаласындағы химия өндіріс зауытында слесарь болып 20 жылға жуық табан аудармастан қызмет етеді. 1996 жылдан бастап Теңіз кен орны зауытында ИЭС мекемесінде аға сантехник болып жұмыс істеп, 2016 жылы зейнетке шықты. Әкеміз қай қызметте болсын, жұмысын адал, тиянақты, тәжірибелі маман ретінде ұжым алдында әрдайым беделді болды. Жайсаң, жарқын мінезімен де әріптестеріне, дос-жаранға, ағайын туысқа сыйлы еді. Сонау мектеп қабырғасынан бері құлынтайдай тебісіп, қатар өскен құрдастарының бір қатарымен қарым-қатынасы еш үзілмеді. Досқа берік, азамат өмірінің соңына дейін сол адалдығынан таймаған, шын жолдастықтың үлгісін көрсете білген жан еді. Әсіресе Жанбауылұлы Ағынбекпен 1958 жылдан бері өмірінің соңына дейін араларынан қыл өтпес дос болды. Екі отбасы бір-бірімен тығыз араласты, жақын бауыр, туысқа айналды. Бала кезімізден осындай ғанибетті көріп, көңілге түйіп өстік. Әке атанып, артына ұрпақ қалдырмасаң, өмірің өмір емес, өйткені өмір мәнін тәрбиелі ұрпағыңнан табасын. Бұл ретте әкеміз Демеу 1977 жылдың 15 қаңтарында анамыз Ақсұлумен көңіл жарастырып, отбасын құрды. Ерім, Шолпан, Айнұр, Нұрым есімді 4 перзентті өмірге әкеліп тәрбиеледі. Олардың жоғары білім алып, қалаулы мамандық иесі атануларына ықпал етіп, үлкен қолдау жасады. Аллаға шүкір, бұл күнде әке мен ананың ұрпағым деп төккен ақ адал маңдай тері, көрген бейнеті есіл кетпеді. Ұлдарын үйлендірді, қыздарын ұзатып өрісін кеңейтті, немере жиен сүйді, шөберелердің қолынан су ішіп, кеңге жайылған үрім бұтағының қызық қуанышына кенелді. Немере жиендері Айгерім, Зергүл, Айзада, Зере, Хадиша, Ерген, Ахмат, Аюб, Асият, Мұхаммад,
Ибрахим, Юсуф, Ләйла есімді немерелерінің көзі көрді. Құдаларын құдайындай сыйлады. Келін қызындай, күйеу балаларын өз ұлындай жақсы көрді. Ағайын туыспен тонның ішкі бауындай араласты. Анамыз екеуі 46 жыл бірге тату татты ғұмыр кешіп, осындай баға жетпес бақытты құрай білді. Бұл бақуатты да баянды өмір жолында ата-анамыз қаншама тар жол тайғақ кешуден өтіп, қиын сәттерді бастан өткерді. Қажымас қайсарлығы, ерен еңбек қорлығы, адамдарға, айналасына деген адал ниет бейілдері оларды сыннан алып шықты, сүріндірмеді. Тәрбиелі ұрпағының кеңге қанат жайғанын көруден асқан бақыт бар ма? Сол бақыт тұғырына ата-анамыз бірге көтерілді. Қос жақсымыздың ортамызда шалқып отырғаны біз үшін де зор бақыт еді. Амал қанша 2023 жылдың ызғарлы қарашасында әкемізбен мәңгіге қоштастық. Әулетіміз қара жамылды, ағайынның қабырғасы қайысты. Қарашаның суығы соғып ызғарлы, жүрегіміз шерменде боп сыздады. Айырылғалы әкемізден мәңгіге сағынышымыз сазға айналды мұзғарлы. Жан едіңіз, жанұяға болған тірек, отырушең ұрпағыңа бақыт тілеп, ұл қыздарыңмен немере жиен шөбере, өзің бардағы күндерді аңсайды тәттірек. Тәубе дейтінсің ғұмырға берген шүкір деп, ақ тілеуіңмен шаңырағыңды бүтіндеп, шүкірміз әке, әр жұма сайын оқылар дұғамызбенен әр үйден шығар түтін көп. Бұл жалғанда ыңдақ түспеген арна, ғұмырыңыз үлгі, тірлігіңіз бізге мағына, жарқын бейнең жадымызда әрдайым, күндер өтер әкетай сізді сағына. Сағынышпенен артады жылдап құрметім. Пендеміз бізде Алланың күтер сүннетін. Жылдығасыңда ұрпағың дұға оқытпақ, адал атқарып перзенттік мәңгі міндетін. Иә, осы дүниеде адамға тамақ азық болса, дүниеден озғандарға Құран азық. Сондықтан қолымыздан бар келері әкеміздің рухына дұға бағыштау. Жүрегінің кеңдігімен, тазалығымен, көптің ықыласына бөленген Нұрғалиев Демеу әкеміздің өмір жолы қашанда ұрпағына өнеге. Соңынан жақсы сөз, ұлағатты із қалдырған ардақты азаматтың есімі ұрпағымен көз көргендердің жүрегінде әрдайым жарқырап тұра берері сөзсіз.